Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылдың 11 мамырында берген тапсырмасы бойынша тұрғын үй жинақ құрылыс банкісі нұрлы жер бағдарламаның жаңа бағытын әзірлеуге кірісті. Оның шарттары: несие мөлшерлемесі 5%, бастапқы жарна 10%, несиелендіру мерзімі 20 жылға дейін. 5-10-20 пилоттық жобаға баспанаға мұқтаж ретінде жандар жергілікті атқарушы органдарда есепте тұрған азаматтар ғана қатыса алады. Баспананы нұрлы жер бағдарламасының аясында салынған жаңа тұрғын үй кешендерден де, жеке құрылыс компаниялардан салынған жаңа үйлерден де сатып алуға болады. Ақтау қаласы бойынша жеке құрылыс компаниялардан салынған жаңа үйлерден пәтерлерді сатып алу үшін ең жоғары займ сомасы 15 миллион теңгеден аспайды. Биыл бағдарламаны жүзеге асыру үшін бюджеттен 210 миллиард қаражат қарастырылған. Оның қазір 90 миллиард теңгесі тұрғын үй жинақ құрылыс банкіне түсті. Бағдарламаның алғашқы кезеңіне 1986-тан 2011 жылға дейін аралығында тұрған үйге мұқтаж жандар ретінде жергілікті атқарушы билік органдарында есепте тұрған азаматтар қатыса алады. Егер де осы аталған уақыт аралығында кезекте тұрсаңыз, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің ресми сайтына кіріп, шарттармен танысып, өзіңіз туралы ақпаратты толтырып, өтініш беруге болады.